Ал достар, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгінгі менің күнім жұмыс істеумен, үй жинаумен өтті. Балам жылай берген екен, жатқызып қойдым да жыласа жылай берсін деп, әйтеуір Алматыдан келгелі бір үйді жинап қояйын деп, үйді жинап, төсектерді реттеп, киімдердің бәрін пачақ-пачағын шығарып реттеп тастадым. Сөйтіп детский комнатаны жинай қояйын деп жинап атсам, балам арасында жылап қояды әйтеуір. Бір ойыншығын беріп қойдым қолына. Аяқ киімдерді реттеп, киімдердің бәрін реттедім. Сөйттім да, әлі сайтымның жұмысы бар ғой десем, балам жылап кетті. Сонымен онымен ойнап біраз уақыт өтті. Қой пылесостайын деп үйді пылесостап отырдым. Тез бітіру керек қой. Әлі сайтымның жұмысы бар, анау бар, мынау бар. Миымда 1,45 миллион ғой, енді жұмыстың бәрін бітіру керек. Айтпақшы, мен еще тағы да өзім басыма жұмыс жетпей жатқандай тағы бір жұмыс алып алдым ғой. Ол дегеніміз, мені көріп отырғандарыңыздай, менеджер, онлайн менеджер. Яғни мен ыдыстарға заказ алып, ыдыстарға жаңағыдай клиенттерге жауап беріп отырам. И заказ принимать етіп, складқа жіберіп отырамын. Барлығы телефон арқылы онлайн атқарылатын жұмыстар. Әлі бұдан кейін мен әлі видео түсіруім керек, сайт жасауым керек, үлгере алмай кеткеннен кейін скорый помощь шақырдым үйге. Ол скорый помощь кім десеңіздер? Конечно, ол скорый помощь менің анам. Ештеңке деместен, бірдестен үйге келді. Қазір енді Асланды анама бердім. Енді кешкі астың қамына дайын нәрсе алмасам, үлгере алмайтын сияқтымын. Сөйтіп, отчетымды аман есен аяқтауым керек. Әлі видеолар түсіруім керек. Айтпақшы, достар, ертең менің анашымның туған күні. Керемет бір видео жасаймын, иншалла.